Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Видео отандық касса қор нарығында листингтелген шетелдік акциялар тізімінің жалғасы болмақ. Егер тізімнің бірінші бөлігін көрмеген болсаңыздар, жоғарыда көрсетілген сілтемеге өтіп көрсеңіздер болады. Осы қысқа видеода сіздерге ол акциялардың атауын, тикері, бағасы жайлы ақпаратты беретін боламын. Осы бағалы қағаздарды отандық қор нарығынан сатып ала отырып, сіз салықтан босатыласыз. Сатып алу бойынша комиссия жеңілдіктеріне ие боласыз, және де доллармен табыс табуға мүмкіндік аласыз. Егер сіздерді тізім қызықтыратын болса, бірден видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ал егер арнаның жаңа көрермені болсаңыз, болашақта шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін бірден подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Тіркеліп болсаңыздар, енді кассада листингтелген акциялар туралы айтуды бастайық. Бірінші компания Caterpillar. Компания құрылыс, тау-кен, орман техникасын өндірумен, шығарумен, сатумен айналысады. Одан бөлек, компания өз техникаларына қозғалтқыштар және қосалқы бөлшектерді шығарады. Оған қоса, барлық шығарған техникасы мен жабдықтарын сақтандырумен және қаржыландырумен айналысады. Компания акциясы сізді қызықтыратын болса, келесі тикерді теріп, сатып алсаңыздар болады. Отандық нарықта акция бағасы қазір $275 төңірегінде. Келесі компания Salesforce.com. Бұл американдық компания CRM жүйесін құрастырушы компания. Компанияның Customer 360 платформасы сату, қызмет көрсету, маркетинг, интеграция, жасанды интеллект, аналитика, автоматтандыру және тағы да басқаларын қамтиды. Ол клиенттер жайлы толық ақпаратты көру үшін клиент жайлы деректерді әртүрлі жүйелер және құрылғылар арасында байланыстырады. Компания 1999 жылдан бері өз қызметін атқарып келеді және әлемнің 25 елінде офистары бар. Отандық нарықта компания акциясының бағасы $221 төңірегінде. Акцияны сатып алу үшін CRM _KZ тикерін қолдансаңыздар болады. Отандық қор нарығынан сатып алуға болатын келесі компания Citigroup холдингі. Citigroup корпоративтік және тұтынушы клиенттерге көптеген қаржылық қызметтерді ұсынады. Компания қызметіне инвестициялық банктік қызметтер, жеке брокерлік қызметтер, корпоративтік банктік қызметтер және де ақша құралдарын басқаруға арналған өнімдер мен қызметтер кіреді. Компания акциясын отандық биржада сатып алу үшін S_KZ тикерін қолдансаңыздар болады. Қазір компанияның акциясы шамамен $40 төңірегінде саудаланады. Кассада листингтелген келесі танымал компания ол Meta компаниясы. Бұл компания әлемге әйгілі ең ірі әлеуметтік желілердің бірі Facebook желісіне иелік етеді. Одан бөлек Instagram, WhatsApp сияқты желілер де осы компанияға тиесілі. Компания табысының басым бөлігі жарнамадан келіп түседі. Метаның бір акциясын отандық нарықта $170 көлемінде сатып алуға болады. Кассадан сатып алу үшін келесі тикерді қолдансаңыздар болады. Abbott американдық химия, фармацевтика саласында қызмет көрсететін компаниясында отандық биржадан сатып ала аласыздар. Компания денсаулық сақтау саласында көптеген өнімдер мен қызметтерді өндіреді және сатумен айналысады. Компания өнімдерінің қатарына дәрі-дәрмектен бөлек әртүрлі азық-түлік түрлері, диагностикалық және түтікті өнімдер кіреді. Компания акциясы отандық нарықта қазір $108 төңірегінде саудаланады. Отандық нарықтан сатып алу үшін видеода көрсетілген тикерді қолданып іздесеңіздер болады. Сіздермен бөліскім келетін енді бір компания ол Freeport McMoran компаниясы. Американдық бұл компания мыс өндірумен айналысады. Оған қоса, компания әлемдік үлкен алтын өндіруші компаниялар қатарына кіреді. Егер сіздерді компания акциясын отандық нарықтан сатып алу қызықтыратын болса, FCX_KZ тикерін қолданып іздесеңіздер болады. Бір акциясы қазір
$47 төңірегінде саудалануда. Сіздер отандық нарықта саудаланатын қандай шетелдік акцияларды білесіздер? Компания атауын, тикерін білсеңіздер, арна көрермендерімен бөлісу үшін комментарийға жаза кетулеріңізді сұраймын. Видео ұнап жатса, лайк басуды ұмытпа, және арнаға тіркелгендігіңізге көз жеткізіп қойыңыз. Болашақта әлі де қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Рахмет!